10 сынып 31-6 есеп. Бізде табу керек дәреже f от x, дәреже h от x, дәреже f от x плюс h от x-тің мәнін, дәреже f от x көбейтілген h от x, және де дәреже f от x-тің квадратын. Бізде өзі берілген, біріншіде дәреже f от x-тің мәнін 4 деп берген, дәреже h от x-тің мәнін 2 деп берген. Енді біз f от x пен h от x-ті қосатын болсақ, онда қайсының дәрежесі үлкен, соның дәрежесі жазамыз. Демек, мына жерде 4 болады. Дәреже f от x, h от x көбейтетін болсақ, онда бізде 6 болады. Себебі дәреже көбейткен кезде дәрежелер қосылады. Сонда бізде бұл жерде 6 болады. Енді дәреже f от x-тің квадраты дейді. Бізде f-тің орнында 4 бар. 4-ті квадраттамаймыз. 4-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 8 болады. Екіншісінде бізге дәреже h от x-тің мәнін берген. Мына жерде дәреже f от x-тің мәні. Біз енді бізге f от x табу керек. Бізде f от x квадраттың мәнін беріп қойған. Енді біз осыдан 2-ні бөлеміз. Сонда бізде 7 шығады. F от x-тің мәні бізде 7-ге тең. Енді дәреже f от x пен h от x-ті қосқан кезде бізде ең үлкен алынады. Сонда біз мына жерге 7-ні қоямыз. Одан кейін көбейткен кезде екеуін қосып жібереміз. 12 болады. Ал одан кейінгіде бізде h от x-тің мәні және де дәреже f от x көбейтілген h от x-тің мәнін берген. Біз 7-ден 3-ті аламыз, сонда бізде f от x 4-ке тең. Мына жерге 4-ті жазабыз. Енді 4-ті f от x квадраты мына жерде бізде 8-ге тең болады. Бізде келесі 31-де 8-ші есеп. Мұнда бізде f от x және h от x көп мүшелері тең болатындай a параметрдің барлық мәндерін табыңдар дейді. Бізде f от x және h от x-ті тең қылып алу үшін a-ға мән беру керек. Біз a-ды тауып аламыз. Қазір біріншісінде бізде f от x тең f от x тең a квадрат минус 5x-тің 4 дәрежесі минус 2x-тің кубы плюс 2a минус 1x минус 7. Және де бізде h от x тең 4x-тің 4 дәрежесі минус 2x-тің кубы плюс минус жақша ішінде a минус 8, x минус a минус 4. Бізде енді минус 2x-тің кубы мен минус 2x-тің кубы тең. Мына жерде енді біз a квадрат минус 5 пен 4-ті тегестіріп аламыз. a-ды табу үшін a квадрат минус 5 тең 4. a квадрат тең 4 плюс 5. a квадрат тең 9. a тең плюс минус 3-ке. Бұнау мен бұнау мүше тең екені бізге көрініп тұр. Енді біз жақша ішіндегі 2a минус 1 мен a минус 8-і тегестіреміз. a минус 8 тегестіреміз. 2a минус a тең минус 8 плюс 1. Мен мынаның алдына минус бар екенін ұмытып кетіппін. Сонда болған кезде 2a минус 1 тең болады минус a плюс 8. Сонда a бұна жаққа барғанда плюс болып шығады да. Ал бұнау 8-іміз плюс болып тұрады. Сонда 3a тең болады 9-ға. a тең 9-ды 3-ке бөлеміз 3-ке. Сонда біздің a-мыз 3-ке тең. Тағы да бір a-дың мәнін тауып алайық. Ол кезде бос мүшелерді тегестіреміз бір-бірде. Мына жердегі бос мүшелер. Минус 7 тең минус a
минус 4. Енді минус а тең минус 4 плюс 7. Минус а мұнда шыққан кезде плюс а болып шығады, сонда а тең болады 3-ке. Бізді көп үшеуімізде адық бәді 3-ке тең. Бізде 31-8 екіншісінде де осылай f от x тең а квадрат минус 2x куб минус 2x квадраты плюс 2а плюс 1x минус 4. Және де h от x бізде тең 2x кубы минус 2x квадраты плюс а минус 1. X минус а минус 6. Енді біз бірінші осы жақша бет 2-ді тегістіріп аламыз. А квадрат минус 2 тең 2. А квадрат тең 2 плюс 2. А квадрат тең плюс 4-ке болады. А тең плюс минус 2-ге. Мына мүше мен мына мүше бізде тең. Енді осы жақша бет осы жақша тегістіреміз. 2а плюс 1 тек а минус 1. 2а минус а тең мына минус осыда қалады. Минус мына минус мына жаққа шыққанда минус 1 болып келеді. Сонда а тең минус 2. Одан кейін мына бос мүше мен мына бос мүшені теңестіреміз. Сонда минус 4 тең минус а минус 6. Одан кейін минус а былай шығарамыз. Сонда 6 минус 4. Минус а тең болады 2-ге. А тең минус 2-ге. Бізде екінші есебі шықты. Енді осы есептің үшіншісі шығарайық. Үшіншісі бізде f от x тең жақша ішінде 3 минус а квадрат x-тің 5 дәрежесі минус 2x-тің 4 дәрежесі плюс 2а плюс 1 x плюс 3. Және де h от x тең минус x-тің 5 дәрежесі минус 2x-тің 4 дәрежесі плюс а минус 1 x плюс а плюс 5. Ода жақшаның ішімен ода жерде тұрған минус 1-ді. Минус x-тің 5 дәрежесі коэффициенті минус 1, сондықтан мынаны біз минус 1-ге тегістіріп аламыз. 3 минус а квадрат тең минус 1-ге. Енді минус а квадрат тең минус 1. Ода 3-ті бұда жаққа шығарамыз, сода минус 3 болады. Минус а квадрат тең минус 4-ге. А квадрат тең плюс минус 2-ге. Енді бұда жақша бет, бұда жақшадың ішіндегілері тегістіреміз. 2а плюс 1 тең а минус 1. 2а минус а тең минус 1 минус 1. А тең минус 2-ге. Бос мүшелерді тегістіріп аламыз. 3 тең а плюс 5-ге. А тең минус 5 плюс 3-ге. Сонда а тең болады минус 2-ге. 31-де 8-дің енді 4-шісі шығарамыз. 4-шісі де f от x тең а квадрат минус 2а x-тің 4 дәрежесі минус 2x-тің кубы плюс 2x-тің квадраты екен. 2x-тің квадраты плюс 3а минус 2x минус 4 плюс а. Және де h от x тең
минус x-тік 4 дәрежесі минус 2x-тік квадраты плюс 2a минус 1. X минус a минус 2. Бұл да сол секілді. A квадрат минус 2a-ды тегістіреміз. Минус 1-ге деп аламыз. A-ны жақшасына шығарып, a минус 2 тең минус 1. A тең минус 1. A1 бұл. A2 тең болады минус 1 плюс 2. Сонда A2-міз тең болады 1-ге. Енді мына жақша мен мына жақшаны теңестірейік. 3a минус 2 тең 2a минус 1. 3a минус 2a тең минус 1 плюс 2. Мына жерде a тең 1-ге. Енді бос мүшемен бос мүшені теңестіреміз. Мына жерде мен минус 4-ні ұмытып кетіппін. Минус 4-ті алдына қойып жіберейік. Минус 4 плюс a тең минус a минус 2. Мына жерде енді бұлай шығарамыз. Сонда мына минус 4-ті оң жаққа ауыстырған кезде плюс таңбасымен өтеді. Сонда бізде мына жерде алып жібереміз. Сонда 2 шығады плюс таңбасымен. A тең плюс 2 бөлінген 2. Сонда a тең болады бізде плюс 1-ге. Сонда біздің a-ның мәні 1-ге тең болады. Енді 31-де 9-шы есепті шығарамыз. 31-де 9-шы есеп. Бұда айтады, берілген теңдік ақиқат болаттай К, П және F бәдері табыңдар дейді. Бірінші бізде z-тің 4 дәрежесі плюс 2z-тің 3 дәрежесі минус 16 z-тің 2 дәрежесі минус 2z. Плюс 15 тек жақша іште z плюс 1 z куб плюс kz квадраты плюс bz плюс m. Енді біз жақша ашып бірінші жазып алайық. Z-тің 4 дәрежесі плюс 2z кубы минус 16 z квадраты минус 2z плюс 15 тең z-тің 4 дәрежесі плюс kz кубы плюс bz квадраты плюс mz плюс z куб плюс kz квадрат плюс bz плюс m. Бізде енді мына жерде бізде бірінші k-ны табу қажет. Мына жерде kz куб және де z куб. Бұл жерде біз осы екеуінің қосындысы бізде 2z кубқа тең. kz куб плюс z куб тең 2z кубқа. kz-ті тауып алайық. Тең 2z куб минус z куб. kz куб тең болады бізде z кубқа. К тең z куб бөлінген z куб. К тең болады бізде 1-ге. Біз енді k-ны тауып алдық. К бізде 1-ге тең. Енді бізге p-ны табу қажет. Мына жерде p-ны табу үшін біз pz квадрат және kz квадратты қосып минус 16 z квадратқа тегістіреміз. pz квадрат плюс kz квадрат тең минус 16 z квадрат. Бізде k-ның орнында 1 бар екені белгілі. Сондықтан pz квадрат тең дейміз де
минус 16z квадрат минус kz квадрат. P тең минус 16, мына жерде 1 бар бізде, минус 1 болады. P тең минус 17-ге. Еді бізде m бос мүше болып тұр, сондықтан мына жердегі бос мүшені m-ге тегістіреміз. M тең болады бізге 15-ге. Енді екіншісі де осылай шығарайық. Екіншісі де бізде 3 z-тің 5 дәрежесі минус z-тің 4 дәрежесі минус 3z плюс 1. Тең жақша ішінде z квадрат плюс 1. Жақша ішінде 3z куб плюс kz квадрат плюс bz плюс m. Жақшаны ашып жазып алайық бұны да. 3z плюс 1 тең z 3 z-тің 5 дәрежесі плюс kz-тің 4 дәрежесі плюс bz-тің 3 дәрежесі плюс mz-тің 2 дәрежесі плюс 3z-тің кубы плюс kz-тің квадраты плюс bz плюс m. Бізде бірінші k-ны тауып алайық. K-ны табу үшін kz-тің 4 дәрежесі бізде біреу екен. Мына жерде z-тің 4 дәрежесі мен тегістіреміз. Минус z-тің 4 дәрежесі мен тегістіреміз. kz-тің 4 дәрежесі тең минус z-тің 4 дәрежесі. K тең болады бізде минус 1-ге. Енді p-ны тауып алайық. bz куб плюс 3z куб. Тек бізде бұл жерде pz бұда жерде 3 дәрежелі ешқандай мүше жоқ. Сондықтан да біз оны 0 деп аламыз. Оның себебі, олай алуының себебі, қараңыздар, 3z-тің 5 дәрежесі минус z-тің 4 дәрежесі минус 0 көбейтілген z-тің 3 дәрежесі плюс, мына жерді плюс деп алайық, плюс 0 көбейтілген z-тің квадраты минус 3z плюс 1. Бізді осы көп мүшеміз бен осы көп мүшеміз тең. Яғни, бізде 3 дәрежесі бен бұнаның 3 дәрежесін тегістіру керек, ал оның коэффициенті бізде 0-ге тең. Сондықтан біз оны 0 деп алдық. Енді pz кубты тегістіреміз минус 3z кубқа. P тең болады бізде минус 3-ге. Енді m-іміз бізде 1-ге тең екені белгілі. 31-де 9-дің 3-шісінде z-тің 6 дәрежесі плюс 3z-тің 3 дәрежесі плюс 2. Тең z-тің 3 дәрежесі плюс 1. Жақша ішінде z-тің 3 дәрежесі плюс kz-тің квадраты плюс bz плюс m. Оны жақшаны ашып жазып алайық. Z-тің 6 дәрежесі плюс kz-тің 5 дәрежесі плюс bz-тің 4 дәрежесі плюс mz-тің 3 дәрежесі плюс z куб плюс kz квадрат плюс bz плюс m. Енді біз k-ды тауып аламыз. kz-тің 4 дәрежесі, бұл да жаңағы секілді. Бұл да біздің жаңағы екінші себебіміз сияқты. z-дің 6 дәрежесі плюс 3 z-дің 0 көбейтілген z-дің 5 дәрежесі плюс 0 көбейтілген z-дің 4 дәрежесі плюс 3 z-дің 3 дәрежесі плюс 0 көбейтілген z-дің 2 дәрежесі көбейтілген плюс 0 көбейтілген z плюс 2. Енді бізде z-дің 4 дәрежесі бізде бұнау. Оның коэффициенті бізге 0-ге тең. Сондықтан да біз 0 деп аламыз. Сонда біздің k-мыз 0-ге тең болады. Біздің pz-тің 4 дәрежесі. pz-тің 4 дәрежесі, ол да бізге коэффициенті 0-ді береді, сондықтан 0.
P тең болады нөлге. Ал M тең болады бізге бос мүше 2-ге тең, сондықтан 2-ге. Одан кейін 31-де 11-ші есеп. Бізде айтады, А мен С-ның қандай мәндерінде f от x көп мүшесі h от x көп мүшесіне қалдықсыз бөлінеді дейді. Біз бірінші жазып алайық. X-тің 4 дәрежесі плюс 3x-тің 3 дәрежесі плюс 3x-тің квадраты плюс ax плюс s. Бөлеміз x-тің квадраты плюс 3x плюс 2-ге. Бізде да жерде x 2 дәрежесі береміз, сонда x квадрат көбейтілген x квадрат бізде x-тің 4 дәрежесі береді. Минус 3x-ті x квадратқа көбейтеміз. Минус 3x-тің 3 дәрежесі. 2-ге көбейтсек 2x-тің квадрат шығады. Аламыз, сонда жойылады. Сонда бұда жерде бізде x-тің квадраты қалады. Енді біз бұда жерге x-тан береміз. Сонда x-ті x квадратқа көбейтсек, жоқ, біз x-тан бермейміз, бірден береміз. Сонда x квадрат минус 3x көбейтсек плюс 2 болады. Бізде енді белгілі, бұда жерде x-тің алдында 3 тұр, бұдарада x-тің алдында a тұр. Енді бізде a-ның мәні минус 3-ге тең екені белгілі, және де с-ымыз 2-ге тең екені белгілі болды. Мынаның алдына 3x плюс 2. Сонда біздің есебіміз қалды. Енді 31-де 11-дің екіншісін шығарамыз. f от x-тің мәні бізде x-тің 4 дәрежесі минус 2x-тің кубы. Бірден ашып жазып алайын. 0 көбейтілген x-тің квадраты көбейту плюс ax плюс 2. Ал h от x-тің мәні бізде x-тің 2 дәрежесі плюс x плюс s дейді. Біз с-ның орнына бірден 2-ді жазып алсақ болады, өйткені с бізде бос мүше, ал бұда жердегі бос мүше бізде 2-ге тең. Енді x-тің квадратына берейік. Сонда x-тің 4 дәрежесі плюс x-тің 3 дәрежесі плюс 2x-тің квадраты. Аламыз, қысқарып кетеді. Мына жерде минус 3x-тің кубы болады, және минус 2x-тің квадраты плюс ax дейді. Енді біз мына жерде қараймыз. Бірінші мүшелер қысқарып кететіндей қыламыз. Сонда минус 3x-ті береміз. Минус 3x-тің кубы минус 3x-тің квадраты минус 6x. Енді қараймыз. Осылар қысқарып кетеді. Сонда x квадрат қалады. Ал енді қалдықсыз қалатындай жағы қарастыруымыз қажет. X квадрат бірінші мүшелері қысқарып кетеді қыламыз. Сонда бұда жерде 1 берсек, x квадрат қалады да, плюс x плюс 2 болады. Мына жердегі 2 бар. Сонда бұда жерде біз аға мән берсек, сонда мына жерде бізде x шығу керек қой. Аға бір мән берген кезде мына жерде x шығу керек. Плюс x шығу керек. Біз аға минус 5 берсек, бізде минус 5 берсек, минус 6, минус 5 плюс 6 тең болады 1-ге. Сонда біз аны тең деп аламыз минус 5-ге. Мына жерде минус 5 деп алсақ, сонда бізде арада x шығады. Сонда біздің көп мүшеміз көп мүшеге қалдықсыз бөлінеді.